Алматының қақ ортасында аспанмен тілдескен зәулім, үйдің ең жоғарғы қабатында тұратын Айсұлу Серік қызы, жұрт көзіне өмірі мінсіз адам болып көрінетін. Қымбат көлік, сәнді киім, қаланың таңдаулы ортасындағы бедел, ірі компаниялармен байланыс. Көпшілік оның тағдырын бақыттың үлгісі санаған. Әлеуметтік желідегі суреттері талғам мен салтанаттың көрінісі еді. Жанында үнемі ықпалды адамдар жүретін. Қай ортаға барса да назар өзіне ауады. Бірақ дам өмірінің шынайы беті сырт көз көретін көріністен әлдеқайда терең болатын. 47 жасқа келген Айсұлу кей түндері таңға дейін ұйықтай алмай шығатын. Қымбат жиһаздармен көмкерілген кең пәтерде тыныштық тым қатты сезілетін. Қала шамдары терезеден сығалап тұрғанымен, оның жүрегіндегі қараңғылыққа жарық жете алмайтын. Үстел үстінде жартылай ішілген шай суыт тұратын. Телефонға хабарламалар келіп жататын. Кездесуге шақырған жандар көп еді. Бірақ шын іздейтін адам жоқ болатын. Бір күні кешкісін ол жұмыс бөлмесіндегі ескі тартпаны ашты. Ішінде сарғайған конверт жатты. Сол хатты соңғы рет 19 жыл бұрын көрген. Қолдары дірілдеді. Ақ қағазға түскен әріптер уақыттың арасынан тіріліп келген естелік тәріздеді. Айсұлу, бір күні ақша мен атақ бәрін шешпейтінін түсінерсің. Сол сәтте өзіңді жоғалтып алма. Хатты жазған адам Ерлан болатын. Ол жігітті Айсұлу студент шағында сүйген. Ерлан қарапайым отбасынан шыққан. Арманы үлкен, жүрегі таза. Болашағына сенетін. Екеуі ұзақ жыл бірге жүрді. Сол кезеңде Айсұлудың қалтасы жұқа еді. Автобуспен қатынайтын, ескі жатақханада тұратын. Қарашай мен нан жеп отырып та бақытты сезінетін. Уақыт өте бәрі өзгерді. Айсұлу бай кәсіпкердің ұсынысын қабылдады. Таңдау жасаған сәтте ол өмірін жеңілдетемін деп ойлады. Махаббаттан бұрын мүмкіндікке сенді. Ерлан үнсіз кеткен. Ұстап қалуға тырыспады, сұрамады, айыптамады. Тек әлгі хатты қалдырды. Сол күннен бері Айсұлу оны көрмеген. Терезе алдында тұрған әйел ұзақ уақыт қозғалмай тұрды. Қолындағы қағаз көз алдына ұмытылған әлемді қайта алып келді. 20 жылдан бері жеткен табысы, алған марапаттары, айналасындағы беделі жүрегіндегі бір бос кеңістікті толтыра алмағанын мойындауға мәжбүр болды. Келесі күні қаладағы ірі қайырымдылық кеш өтетін. Айсұлу ұйымдастырушылардың бірі болатын. Қонақтар тізімі ықпалды адамдарға толы еді. Камералар, журналистер, қымбат көйлектер, жарқыраған күлкі. Бәрі мінсіз көрінуі керек. Кеш басталғанда Айсұлу әдеттегідей сабырлы қалыпта жүрді. Қонақтарды қарсы алды, әңгімелесті, жымиып тұрды. Бірақ көңілі әлдебір белгісіз сезімге байланған. Көп ұзамай жүргізуші жаңа қонақты таныстырды. Бүгін ерекше жоба жетекшісін ортаға шақырамыз. Балаларға арналған әлеуметтік орталық ашып жүрген азамат. Айсұлу жай ғана бұрылып қарады. Уақыт тоқтап қалғандай күй кешті. Сахнаға шыққан адам Ерлан болатын. Шашына ақ кірген, жүзі байытты. Көзі баяғы қалпы. Тек жанарында бұрын байқалмаған кереңдік бар. Айсұлу тынысын ішіне тартты. Қолындағы стақан саусақтарының арасынан сырғып кете жаздады. 20 жыл. 20 ұзақ жыл. Сахнадағы адам оны байқамаған тәрізді. Ерлан балаларға арналған орталық туралы айтты. Атақ жайлы сөз қозғамады. Байлықпен мақтанбады. Бірнеше сөйлемнің өзінде үлкен өмірдің салмағы сезілді. Кей адамдар табысты ақша көлемімен өлшейді. Мен адамның байлығын өзгеге қалдырған жылуымен өлшеймін. Зал қол соқты. Айсұлу үнсіз қалды. Ол сөйлем жүрегіне қадалған шындыққа айналды. Кеш аяқталған соң адамдар тарай бастады. Айсұлу сыртқа шықты. Күзгі түн салқын еді. Қаланың шамдары алыстан жымыңдайды. Көліктер өтіп жатыр. Адамдар асығып барады. Ал оның өмірі бір орында қатып қалған тәрізді. Айсұлу. Артынан таныс дауыс естілді. Ол баяу бұрылды. Ерлан қарсы алдында тұрды. Арадағы үнсіздік 20 жылдың салмағын көтеріп тұрғандай сезілді. Қалың қалай? Деді Ерлан. Айсұлу үнсіз тұрды. Қарсы алдында тұрған адам өткен күндердің елесі тәрізді көрінді. 20 жыл адамды өзгертеді. 20 жыл тағдырды басқа арнаға бұрады. Бірақ кей сезімдер уақыттың шаңына көміле қоймайды.
Ерланның жүзіне қараған сайын, жастық шағындағы қарапайым күндер санасына қайта оралып жатты. Бір бөлке нанды бөліп жеп, болашақ жайлы ұзақ сөйлескен кештер. Үлкен армандар. Шынайы сенім. Жақсымын, деді Айсұлу баяу. Даусының ішінен әлсіз діріл сезілді. Қуаныштымын, деді Ерлан. Сені теледидардан көріп жүрдім. Үлкен жетістіктерге жеттің. Қарапайым айтылған сөздің өзінде түсініксіз салмақ бар еді. Айсұлу оның жанарынан өкпе іздеді, өкініш іздеді. Бірақ байқағаны тыныштық қана. Сен де көп іс атқарып жүр екенсің, деді әйел. Қолдан келгенше. Осы қысқа әңгімеден кейін араға үнсіздік түсті. Бір кездері сағаттап сөйлесетін екі адамға бірнеше ауыз сөздің өзі ауыр соғыттырды. Уақытым болса, шай ішейік, деді Айсұлу күтпеген шешім қабылдағандай. Ерлан біраз ойланды. Жарайды. Қаланың шет жағындағы шағын дәмханаға келді. Айсұлу өмірінде алғаш рет сәнді мейрамхана емес, қарапайым орынға кіргеніне назар аударды. Іші жылы. Керезе алдында гүл тұр. Қабырғада балалар салған суреттер ілінген. Бұл жер маған ұнайды, деді Ерлан. Осында балалар орталығындағы кішкентайлармен келемін. Өзің отбасы құрдың ба? Деді Айсұлу. Ерлан үнсіз қалды. Құрдым. Әйелдің жүрегі белгісіз күй кешті. Қазір жалғызбын. Не болды? Ерлан терезе жаққа көз салды. Жұбайым 5 жыл бұрын ауыр сырқаттан көз жұмды. Айсұлу үнсіз қалды. Өмір біреуге арман сыйлайды. Біреуден арманын алып кетеді. Қызым бар шығар, деді Айсұлу. Ұлым бар, 16 жаста. Әңгіме баяу өрбіді. Жылдар бойы жиналған үнсіздіктің арасынан өмірдің шынайы салмағы көрініп жатты. Айсұлу өз өмірі жайлы айтты. Кәсіп, табыс, сапарлар, үлкен келісімдер. Бақыттысың ба? Деді Ерлан кенет. Сұрақ күтпеген жерден қойылды. Әйел бірден жауап бере алмады. Көп адам ақша табады. Көп адам мәртебе жинайды. Бірақ жан тыныштығын жоғалтып алады. Білмеймін, деді Айсұлу. Ерлан ұзақ қарады. Адам өзіне өтірік айтқан кезде шаршайды. Осы сөйлем оның жан дүниесіне ауыр тиіп кетті. Түн ортасына жақын тарасты. Көлікпен үйіне қайтып келе жатқан Айсұлу әйнектен қала шамдарына қарады. Көшелер бұрынғыдай, адамдар бұрынғыдай. Бірақ ішкі дүниесінде әлдебір қозғалыс басталған. Үйіне кірген соң телефон шырылдады. Көмекшісі хабарласып тұр. Айсұлу ханым, шұғыл мәселе шықты. Не болды? Қаржы бөліміне қатысты күмәнді құжаттар анықталды. Әйел қабағын түйді. Қандай құжаттар? Бірнеше жылдан бері үлкен көлемдегі қаражат белгісіз бағытқа жіберіліп отырған. Айсұлу орнынан баяу тұрды. Қанша? Арғы жақ үнсіз қалды. 700 миллион теңгеден асады. Қолындағы телефон ауыр тасқа айналғандай болды. Мүмкін емес. Құжаттар анық көрініп тұр. Сол түні Айсұлу көз іле алмады. Таң ата компания кеңсесіне келді. Құжаттарды қайта қарады. Қайта тексерді. Сандар өзгермеді. Біреу оны алдаған. Бірнеше жыл бойы. Сенім артқан адамның бірі. Оң қолы саналған қаржы директоры Асқар болатын. 20 жылдан бері қасында жүрген адам. Сенген, қолдаған. Қиын күнде жанынан табылған. Сол адам. Түске қарай Асқар кеңсеге келді. Айсұлу қағаздарды алдына қойды. Түсіндір. Асқардың жүзі өзгеріп кетті. Мен шындық айт. Айсұлу, бәрі көрінгендей емес. 700 миллион теңге көрінгендей емес пе? Асқар басын төмен түсірді. Қарызға кірдім. Сонша ақша қайда кетті? Ұлым, Айсұлу тоқтап қалды. Ұлыма шетелде күрделі ота керек болды. Дәрігерлер аз уақыт берді. Мен қорқтым. Кабинет ішін үнсіздік басты. Неге айтпадың? Айта алмадым. Ұрладың. Әке болған адам кейде дұрыс пен бұрыстың шекарасын жоғалтады. Айсұлу терезеге бұрылды. Қанша ашуланғысы келсе де, ішіндегі бір дауыс тоқтатып тұрды. Өмірдің ауырлығы кей адамды қателікке итереді. Бірақ қателік ақталмайды. Заң өз шешімін шығарады, деді Айсұлу. Асқар үнсіз кетті.
Сол күні кешке Айсұлу көлікпен жалғыз жүріп бара жатты. Көңілінде аласабыран. Сенім, сатқындық, өткен өмір, қазіргі бос кеңістік. Кенет телефонға бейтаныс нөмірден хабарлама келді. Шындықты білгің келсе, марқұм күйеуіңнің ескі сейфін аш. Айсұлудың денесі мұздап кетті. Күйеуі Нұрлан 3 жыл бұрын жол апатынан қаза тапқан. Сейф. Ол туралы ұмытып кеткен. Түн қоюланып кеткен. Қала шамдары алыстан әлсіз жылдыздардай жылтырайды. Айсұлу көлікті баяу жүргізіп келе жатты. Телефонға келген жалғыз хабарлама санасынан кетпей қойды. Марқұм күйеуімнің ескі сейфін аш. Қысқа ғана сөйлем. Бірақ сол бірнеше сөз оның ішкі әлемін астан-кестен қылып жіберді. Нұрлан қайтыс болған күн көз алдына қайта келді. Сол күн әлі күнге дейін санасының бір бұрышында қатып қалған сурет тәрізді сақталды еді. Таңертең үйден асығыс шыққан. Әдеттегідей жұмысына кеткен. Кешке қарай телефон соғылған. Жол апаты, аурухана, суық қабырға, дәрігердің ауыр жүзі, қаралы күн. Сол күннен кейін Айсұлу жұмысқа бұрынғыдан да қатты берілді. Қайғыдан қашудың жолын еңбек ішінен іздеді. Үйге кіргенде сағат түнгі 12-ден асып кеткен еді. Үлкен үйдің ішін үнсіздік жайлаған. Қымбат интерьер адамға тыныштық сыйлай алмайтынын ол талай рет сезген. Кейде тым үлкен кеңістік адамның жалғыздығын ұлғайтып жібереді. Күйеуінің жұмыс бөлмесіне кірді. Бұл бөлмеге ұзақ уақыттан бері бас сұқпаған. Бәрі бұрынғы қалпы тұр. Қара былғары орындық, сөредегі кітаптар, үстел үстіндегі ескі қалам, қабырғадағы сағат. Уақыт осы бөлменің ішінде тоқтап қалғандай. Бұрыштағы шкафтың артында темір сейф орналасқан. Айсұлу бір сәт тоқтап қалды. Кеудесінде түсініксіз ауырлық пайда болды. Сейфтің кодын ұмытып қалған тәріздеді. Бірақ саусақтары өздігінен қозғалды. Нұрланның туған күні. Сандар терілді. Сейф ашылды. Ішінде құжаттар жатыр. Бірнеше папка, ескі конверт, қара түсті шағын флешка. Айсұлу алдымен хатты ашты. Қолтаңбаны бірден таныды. Нұрлан. Егер бұл хатты оқып отырсан, мен өмірде жоқ шығармын. Кей шындықты айтуға батыл жетпеді. Қорықтым, қателестім. Бірақ үнсіз кетуге де дәтім бармады. Айсұлу көзін жұмды. Жүрек қағысы күшейіп барады. Сен мені табысты кәсіпкер ретінде таныдың. Бірақ біздің байлық таза жолмен келген жоқ. Әйел демін ішіне тартты. Саусақтары мұздап бара жатты. Әкем кезінде үлкен қаржы алаяқтығына қатысқан. Ол туралы көп адам білмейді. Мен шындықты түзеткім келді. Бірақ қорқақтық жеңді. Қолымдағы дүниенің бір бөлігі өзгенің көз жасы арқылы келген. Айсұлу орнынан баяу көтерілді. Басы айналып кеткендей. Жоқ, мүмкін емес. Нұрлан өмір бойы адалдық туралы айтатын, қайырымдылық жасайтын, көп адамға көмектескен. Қалай? Неге? Құжаттарды қарай бастады. Банк есептері, ескі келісімдер. Атын көргенде жүрегі тоқтап қалғандай күй кешті. Ерланның әкесі. Құжатта сол кісінің аты тұр. 22 жыл бұрын. Үлкен өндіріс орны. Банкроттық. Қарыз. Мүліктен айырылу. Құжаттарда Нұрланның әкесінің компаниясы көрсетілген. Айсұлу орындыққа отырып қалды. Сол жылдары Ерланның отбасы қиындыққа тап болған. Әкесі сырқаттанып қалған. Үйлерін сатқан. Қала сыртындағы шағын үйге көшкен. Сол кезде Айсұлу мұның бәрін жай ғана өмірдің қиындығы деп қабылдаған. Ал шындық басқа болған. Біреудің байлығы, біреудің құлауы, біреудің көз жасы, біреудің жоғалған тағдыры. Түн бойы көз іле алмады. Таң ата Ерланға хабарласты. Кездесейік. Даусындағы өзгерісті Ерлан да байқаған. Не болды? Маңызды нәрсе. Сол күні түсте олар саябақ жанындағы тыныш орында кездесті. Ерлан оны көрген бетте жүзіндегі ауырлықты аңғарды. Айсұлу, маған бір нәрсе айтшы. Не жайлы? Сендердің отбасың 20 жыл бұрын неге бәрінен айырылды? Ерлан ұзақ үнсіз қалды. Өткен нәрсені қозғамаған дұрыс. Айтшы. Әкем серіктесіне сенді. Құжаттарға қол қойды. Кейін бәрі өзгерді. Қарыз, сот, жоғалтқан дүние.
Сол күйзелістен кейін әкем ұзақ өмір сүрмеді. Айсұлу көзін төмен түсірді. Серіктесі кім еді? Неге сұрап тұрсың? Айтшы. Нұрланның әкесі. Айсұлу көзін жұмды. Жүрегі ауыр соқты. Міне, шындық. Кешігіп жеткен. Күйдіріп жеткен. Сен білдің бе? Деді Айсұлу әлсіз дауыспен. Кейін білдім. Неге үндемедің? Ерлан ұзақ қарады. Өшпенділік адамды жеп қояды. Ал мен, сен кінәлі емессің. Мен сол отбасының бір бөлігі болдым. Өмір кейде адамды шындықты білмей тұрып таңдау жасауға мәжбүрлейді. Айсұлу көзіндегі жасты тоқтата алмады. Жылдар бойы өзін табысты адам санаған. Бақытқа жеттім деп ойлаған. Бірақ өмірінің іргетасында өзгенің қайғысы жатқанын бүгін ғана ұқты. Сол кеште үйге қайтып бара жатқанда жол шетінде гүл сатып тұрған кішкентай қызды көрді. Үсті жұбыны, бетінде шаршау, бірақ көзінде үміт бар. Айсұлу тоқтады. Неге жүрсің мұнда? Анам ауырып қалды. Мектепше? Таңертең барам. Қыз жымиып тұр. Бірақ сол күлкінің астарында үлкен өмірдің салмағы тұр. Айсұлу бір сәт үнсіз қалды. Өмір тағы бір сабақ көрсетіп тұрғандай. Байлықтың шын өлшемі ақшада емес, адамдықта, мейірімде, жүректе. Телефоны тағы шырылдады. Бейтаныс нөмір. Тыңдап тұрмын. Арғы жақтағы дауыс баяу шықты. Сізге тағы бір шындық айтуым керек. Кімсіз? Нұрлан мырзаның жүргізушісі едім. Айсұлу тоқтап қалды. Айтыңыз. Ол жол апатына түскен жоқ. Әлем үнсіз қалғандай болды. Не дедіңіз? Ол апат емес еді. Телефон үзіліп кетті. Айсұлу көлік жанына сүйеніп ұзақ тұрды. Телефондағы соңғы сөздер құлағының ішінде қайта-қайта жаңғырып жатты. Ол жол апат емес еді. Бір ауыз сөйлем кейде тұтас өмірді екіге бөліп жібереді. Бұрынғы сенген дүнием бір жақта қалады. Ал белгісіздікке толы жаңа шындық екінші жақта тұрады. Оның дәл ортасында адамның өзі тұрады. Түнде ұйықтай алмады. Таң алдында ғана аз уақытқа көз өзі ілініп кеткен. Түс көрді. Қараңғы жол. Жаңбыр. Нұрлан алыс жақтан қарап тұр. Бірдеңе айтқысы келеді. Дауысы жетпейді. Артында көлеңке тұр. Анық көрінбейді. Айсұлу жақындай бергенде бәрі тұманға айналып, жоғалып кетті. Таңғы 7-де оянып кетті. Басы ауыр. Көңілі тыныш емес. Жүрегі белгісіз қауіпті сезіп тұрғандай. Кеше қоңырау шалған нөмірге қайта хабарласты. Өшірулі. Қайта терді. Тағы өшірулі. Бірнеше сағат өтті. Жауап жоқ. Түске таман кеңседе отырғанда хатшысы кірді. Айсұлу ханым, сізге бір кісі келіп тұр. Кім? Айтпады. Кіргіз. Есік ашылды. Ішке жасы 60-тан асқан ер адам кірді. Жүзі жүдеу, көзі шаршаған. Айсұлу бірден таныды. Нұрланның бұрынғы жүргізушісі, Марат. Сіз бе? Кешіріңіз, көп жыл үндемей жүрдім. Кеше хабарласқан сіз бе? Иә. Отырыңыз. Марат ауыр күрсінді. Нұрлан мырзаның өлімі жайлы айтқым келеді. Айсұлу үнсіз тыңдап отыр. Ол күні жол апаты болды деген қорытынды шықты. Солай болған. Жоқ. Жүрек бір сәтке тоқтап қалғандай. Не айтқыңыз келеді? Көліктің тежеу жүйесі бұзылған. Қалай? Арнайы. Айсұлу орнынан жай көтерілді. Сіз не айтып тұрсыз? Мен полицияға айттым. Кейінше іс жабылды. Неге? Білмеймін. Бөлме ішіндегі ауа ауырлап қалғандай сезілді. Бұны неге осы уақытқа дейін жасырдыңыз? Марат көзін төмен түсірді. Қорықтым. Неден? Маған қоқан-лоққы жасалды. Кім? Білмеймін. Қалай білмейсіз? Біреу бақылап жүрді. Айсұлу жүрек соғысын анық сезіп отыр. Қолыңызда дәлел бар ма? Марат үнсіз конверт шығарды. Мынау сол күнгі суреттер. Айсұлу қолын алды. Көлік, жол жиегі, сынған әйнек. Бір суретке көзі қадалып қалды. Көлік қасында тұрған ер адам, күңгірт бейне.
Бірақ жүзі таныс. Тым таныс. Қаржы директоры Асқар. 700 миллион теңге ұрлаған Асқар. Бұл мүмкін емес. Сол күні ол жерде болған. Қайдан білесіз? Өз көзіммен көрдім. Айсұлу орындыққа жай отырды. Басы айналып кетті. Жоқ. Жоқ. Мұнда басқа бірдеңе бар. Асқар ақша ұрлаған. Асқар апат болған жерде жүрген. Бірақ не үшін? Кешке қарай Асқарды шақыртты. Кабинетке кірген сәтте оның жүзі өзгеріп кетті. Тағы не болды? Айсұлу суретті алдына қойды. Мынаны түсіндір. Асқар үнсіз қалды. Неге ол жерде жүрдім? Айсұлу, шындық айт. Мен... Айт. Нұрлан мырза мені шақырған. Неге? Ол мазасыз еді. Не үшін? Асқар терең дем алды. Біреу оны аңдып жүрген. Кім? Білмеймін. Қашаннан бері? Соңғы айларда. Маған неге айтпадың? Ол айтқызбады. Неге? Сізді қорғағысы келді. Айсұлу үнсіз қалды. Тағы не білесің? Асқар жанарын бұрды. Ол бір нәрседен қатты қорықты. Неден? Өткеннен. Сол сәтте Айсұлудың есіне сейфтегі құжаттар түсті. Ескі алаяқтық, жасырын байлық, біреудің күйреген тағдыры. Нұрлан өткенде түзеткісі келді ме? Әлде біреу оның үнсіз қалғанын қалады ма? Сол түні Айсұлу үйге қайтып бара жатып, көлікті жол шетіне тоқтатты. Телефон ашты. Нұрланның ескі нөміріне кірді. Дауысты хабарламалар, фотолар, жазбалар. Кенет назарын бір бейне жазба аударды. Күні. Қайтыс болардан 3 күн бұрын. Қолдары дірілдеп ашты. Экранда Нұрлан отыр. Жүзі шаршаңқы. Көзі қызарған. Егер осы жазбаны көріп отырсаң, демек мен үлгермедім. Айсұлу тынысын ішіне тартты. Мен көп қателестім. Әкемнің күнәсін түзеткім келді. Құжаттарды жинадым. Барлығын мойындамақ болдым. Кей адамдар бұны қаламады. Айсұлу көзінен жас аққанын байқамай қалды. Егер маған бірдеңе болса, Ерланға көмектес. Ерлан. Оның әкесі бізден көп жапа шекті. Көз жасы еркін ағып жатыр. Айсұлу. Ақша адамды байытпайды. Адал ұйқы байтады. Тыныш көңіл байтады. Бейне аяқталды. Әйел телефонды жай төмен түсірді. Көлік ішінде үнсіз отыр. Өмір бойы жинаған дүниесі бар, бірақ жан тыныштығы жоқ. Көп адам сырттан қарағанда бақытты көрінеді, бірақ ішінде дауыл тұрады. Айсұлу сол түні шешім қабылдады. Ескі құжаттарды қайта қарайды. Шындықтың соңына дейін барады. Таң бозарып келе жатты. Үлкен үйдің терезесінен қала баяу оянып жатқандай көрінді. Айсұлу таңға дейін көзіле алмады. Соңғы бірнеше күн оның өмірін тас-талқан етіп жібергендей еді. Жылдар бойы сеніп келген дүниелер бірінен соң бірі құлап жатты. Байлықтың артындағы құпия. Нұрланның жасырған ақиқаты. Ерланның отбасы көрген қасірет. Жол апаты деп келген жағдайдың күмән тудыруы. Санасында жүздеген сұрақ жүр, бірақ жауабы аз. Таңғы сағат 9 шамасында есік қоңырауы соғылды. Үй қызметкері кіріп келді. Сізге бір әйел келді. Кім? Атын айтпады. Айсұлу төмен түсті. Қонақ бөлмесінде шамамен 60 жасқа жақындаған әйел отыр. Жүзі шашаңқы, бірақ көз қарасында батылдық бар. Сәлеметсіз бе? Деді Айсұлу. Әйел жай ғана басын изеді. Сіз мені танымайсыз. Иә. Бірақ мен сіздің өміріңізге қатысым бар адаммын. Айсұлу үнсіз қалды. Менің атым Гүлнәр. Тыңдап тұрмын. Мен Нұрланның әкесінің хатшысы болдым. Үй ішіндегі тыныштық өзгеріп кеткендей болды. Маған не айтқыңыз келеді? Гүлнәр қолындағы ескі папканы жай шығарды. Көп жыл үндемедім. Қорықтым. Бірақ адамның үнсіздігі кейде күнәға айналады. Айсұлу папкаға қарады. Бұл не? Шындық. Қолдары баяу ашты. Ескі құжаттар, хаттар, көшірмелер, бір сурет. Суретке көзі қадалып қалды. Ерланның әкесі.
Нұрланның әкесі. Тағы бір адам. Бейтаныс емес, бірақ есіне түспеді. Мына кісі кім? Гүлнәр үнсіз қалды. Нұрланның ағасы. Айсұлу қабағын түйді. Ағасы болған ба? Иә. Ол туралы неге білмеймін? Себебі ол адамды бұл әулет көп жылдан бері атамайды. Неге? Ол түрмеге түсті. Әлем тағы бір сәтке тоқтап қалғандай. Не үшін? Қаржы қылмысына қатысты. Жоқ. Иә. Айсұлу орнынан баяу көтерілді. Тағы бір жасырылған өмір. Тағы бір жабық есік. Ол қазір қайда? Бостандықта. Аты кім? Арман. Сол есім ішкі дүниесінде бір белгі қалдырғандай сезілді. Бір жерден естіген, көрген. Кенет есіне түсті. Нұрланның бейне жазбасы. Кей адамдар шындықтың ашылғанын қаламады. Арман. Сол адам ба? Ол қайда? Білмеймін. Неге қазір келдіміз? Гүлнәр көз жасын сүртті. Кеше Марат қайтыс болды. Айсұлудың денесі мұздап кеткендей болды. Не? Түнде. Қалай? Полиция жүрек талмас дейді. Жоқ. Кеше ғана сөйлескен. Кеше ғана тірі еді. Бұл жай сәйкестік емес. Гүлнәр ауыр күрсінді. Кей шындыққа жақындаған адамдардың өмірінде күмән көп болады. Сол күні кешке Айсұлу жалғыз қалғысы келмеді. Ерланға хабарласты. Кездесуді сұрады. Олар өзен жағасында кездесті. Күн батып бара жатты. Су бетінде қызғылт жарық ойнап тұр. Қала бұрынғы тіршілігімен өмір сүріп жатыр. Тек Айсұлуның ішкі әлемі ғана өзгеріп кеткен. Шаршап кетіпсің, деді Ерлан. Мен өз өмірімді танымай қалдым. Не болды? Айсұлу бәрін айтты. Сейф, құжаттар, Нұрланның бейнесі, Арман, Мараттың өлімі. Ерлан үнсіз тыңдады. Ұзақ уақыт сөйлемеді. Қорқып тұрмын, деді Айсұлу. Неден? Білмеймін. Кейде қорқыныш адамның ішінде болады. Бұл басқа. Неге? Біреу маған жақындап келе жатқандай сезіледі. Ерлан үнсіз қалды. Айсұлу? Иә? Нұрлан жаман адам болмаған. Білем. Қателік жасаған. Иә. Бірақ түзеткісі келген. Көзінен жас сырық кетті. Мен оны толық танымаппын. Адамды толық тану қиын. Неге? Адамның ішінде бір әлем жатады. Жел баяу соғып тұр. Өзен ағып жатыр. Уақыт тоқтамайды. Өмір де тоқтамайды. Сен бақыттысың ба? Деді Ерлан. Бұл сұрақты бұрында қойған, бірақ бүгін басқаша естілді. Білмеймін. Сен өзіңді жоғалтып алғансың. Мүмкін. Өзгені құтқаруға тырыспай тұрып, адам өзін табуы керек. Осы сөздер ішіне терең сіңіп бара жатты. Сол түні үйге келгенде тағы бір конверт күтіп тұрды. Ешқандай жіберуші жоқ. Қолдары дірілдеп ашты. Ішінде бір ғана сурет жатыр. Суретте жас Айсұлу тұр. Жанында Ерлан. Университет кезі. Артқы бетінде қысқа сөйлем жазылған. Кей таңдау адамның тағдырын өзгертеді. Кей шындық тым кеш келеді. Жүрегі қатты соғып кетті. Конверт ішінен тағы бір қағаз түсті. Мекенжай. Қала сыртындағы ескі қойма. Төменгі жағына бір сөйлем жазылған. Нұрланның соңғы барған жері. Түн қараңғылығы қаланы толық жауып үлгерген. Көшелер сиреп қалған. Жарық шамдар бос жолдың үстіне әлсіз сәуле шашып тұр. Айсұлу көлікті баяу жүргізіп келеді. Қолындағы қағаздағы мекенжай санасына қайта-қайта оралады. Қала шетіндегі ескі өндіріс аймағы. Ұмыт қалған ғимараттар, жабық қоймалар. Адам сирек баратын орын. Бірнеше рет кері қайтуды ойлады. Бірақ жүрек тыныштық бермеді. Қанша ауыр болса да, шындықтың соңына дейін жеткісі келді. Қойма маңына жеткенде уақыт түнгі 11-ге таяған. Айнала тым-тыныш. Күзгі жел ғана бос кеңістікті кезіп жүр. Кемір қақпа жартылай ашық тұр. Бір кездері тіршілікке толы болған орын бүгін ескі естелікке айналғандай. Көліктен түсті. Ішке қарай жүрді. Телефон шамын қосты. Ескі иіс. Шаң басқан еден.
Бұрыштарда сынғақан жәшіктер. Қараңғының ішінде уақыт қатып қалған тәрізді. Бірнеше қадам жүргенде аяқ астынан әлсіз дыбыс естілді. Біреу бар. Жүрегі қатты соғып кетті. Кім бар? Үн жоқ. Тағы дыбыс. Айсылу баяу алға жылжыды. Қойманың арғы жағында шам жанып тұр. Ескі үстел. Үстінде қағаздар. Бір ноутбук. Жанында адам отыр. Ерлан? Ол баяу бұрылды. Сен? Айсылу таңырқап қалды. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сол сұрақты мен де қояйын. Ерлан үстелге көз тастады. Бір сағат бұрын маған да хат келді. Не жазылған? Нұрлан жайлы шындықты білгің келсе, осында кел. Айсылу үнсіз қалды. Демек бұл жай сәйкестік емес. Біреу оларды әдейі осында жинаған. Ерлан ноутбукты ашты. Экранда бейне файл тұр. Күні көрсетілген. Нұрлан қайтыс болардан бір күн бұрын. Екеуі үнсіз бір-біріне қарады. Бейне қосылды. Камера алдында Нұрлан отыр. Жүзі шаршаған. Дауысы баяу. Егер осы жазба табылса, демек уақыт жетпеді. Айсылу қолын еріксіз қысып алды. Мен көп қателік жасадым. Әкемнің ісін жасырып өмір сүрдім. Қорықтым. Бірақ үнсіздік кейде қылмыстан да ауыр болады. Экрандағы адам бір сәт үнсіз қалды. Мен бәрін полицияға айтқым келді. Ерлан қабағын түйді. Бір адам тоқтатуға тырысты. Кім? Деді Айсылу сыбырлап. Арман. Экран қатып қалғандай болды. Нұрланның ағасы. Түрмеге түскен адам. Жылдар бойы ұмытылған адам. Ол әкемнің ісіне қатысқан. Кейін бәрін жалғыз өзі көтерді. Бірақ ашуы басылмады. Байлықтан айырылған жоқ. Адамдықтан айырылды. Нұрлан ауыр дем алды. Соңғы айларда маған қысым көрсетті. Мен үнсіз қалдым. Бірақ үнсіздіктің де шегі бар. Бейне аяқталды. Бөлме ішіне үнсіздік орнады. Тек ескі қойманың төбесінен әлсіз дыбыс келеді. Демек, деді Айсылу. Иә, деді Ерлан. Нұрлан шындықты ашқысы келген. Кешігіп қалған. Айсылу көзін төмен түсірді. Өмір кейде адамға мүмкіндік береді. Бірақ сол мүмкіндікті пайдалану үшін батылдық керек. Сол сәтте сырт жақтан ауыр қадам дауысы естілді. Екеуі бірдей бұрылды. Қараңғы жерден ер адам шықты. Жасы 60-тан асқан. Жүзі шаршаған. Бірақ көз қарасы суық. Айсылу қатып қалды. Арман? Ер адам тоқтады. Демек таптыңдар. Неге? Деді Айсылу. Арман ұзақ үнсіз тұрды. Кей адамдар байлықты ақша деп ойлайды. Нұрланды сен өлтірдің бе? Мен өлтірмедім. Сонда кім? Ол өзі қорқыныштан өлді. Не айтқың келеді? Арман баяу жақындады. Нұрлан шындықты көтере алмады. Сен оған қысым жасадың. Ол әкесінің күнәсімен өмір сүрді. Бірақ түзеткісі келді. Тым кеш. Даусында шаршау бар. Ашу бар. Өкініш бар. Мен 20 жылымды жоғалттым, деді Арман. Әкем бәрін маған жапты. Түрмеге түстім. Бәрінен айырылдым. Сол үшін кек алдың ба? Кек адамды тірі ұстайды деп ойладым. Ұстады ма? Арман үнсіз қалды. Жоқ. Бір ауыз сөз. Бір өмірдің шындығы. Мен шыққанда бәрі өзгеріп кеткен еді. Байлық бір жақта қалды. Адамдар ұмытты. Мен ғана өткенмен өмір сүріп қалдым. Көзінде ауырлықтыр. Жылдардың салмағыдыр. Ал Нұрлан қорқып өмір сүрді. Ол өкінді. Білемін. Сонда не үшін? Арман ұзақ үнсіз қалды. Өткенді ұстап тұрған адам болашаққа жете алмайды. Сол сәтте Айсылу бір нәрсені анық түсінді. Кей адамды ақша бұзады. Кей адамды жоқшылық сындырады. Бірақ адамды ең қатты өзгертетін нәрсе іште жылдар бойы жиналған өкініш. Полиция келді. Арман қарсылық танытпады. Тек кетер алдында Айсылуға қарады. Байлықты сақтауға тырыспа. Не? Адамды сақта. Сол түні үйге қайтқанда қала басқаша көрінді. Бұрын мән бермеген дүниелер анық байқалады. Жол жиегіндегі гүл сататын қыз. Аялдамада тұрған қарт адам. Баласын көтеріп келе жатқан ана. Өмірдің шынайы байлығы басқа жерде екенін жүрек анық сезеді. Ертеңінде Айсылу компанияға барды. Бірнеше шешім қабылдады. Қайырымдылық қорын құрды.
Ерлан басқаратын балалар орталығына көмек көрсетті. Нұрланның әкесінің әрекетінен зардап шеккен адамдарды іздей бастады. Бұл кінәні жуу емес. Бұл адам болып қалуға жасалған қадам еді. Кешке қарай терезе алдында жалғыз отырды. Қала шамдары бұрынғыдай жанып тұр. Бірақ оның ішкі дүниесінде өзгеріс басталған. Адам өмірінде бәрін қайта бастауға кеш болмайды. Тек бір нәрсе кеш болуы мүмкін. Шындықты тым ұзақ күту. Күздің соңғы күндері басталған. Қала көшелеріндегі ағаштар сарғайған жапырақтарын үнсіз жерге тапсырып жатты. Табиғаттың өзінде бір сабыр бар еді. Бір маусым аяқталады. Бір кезең жабылады. Бір өмір екіншісіне орын береді. Айсұлу терезе алдында ұзақ тұрды. Қолындағы шай баяғыда суып кеткен. Бірақ ол оны байқамады. Соңғы апталарда өмірі түбегейлі өзгеріп кеткен еді. Адам кейде өз өмірін өзі танымапты. Ол осыны кеш түсінді. Жылдар бойы өзін жеңімпаз санады. Мақсатқа жеткен адам санады. Табысты әйел санады. Бірақ өмір адамға айна ұстайтын күн келеді. Сол айнадан адам өз бейнесін емес, ішкі дүниесін көреді. Ең ауыр сәт сол болады. Себебі адам өзінен қаша алмайды. Компаниядағы өзгерістер басталып кеткен. Айсұлу көптеген жобаларды қайта қарады. Заңсыз жолмен келген қаражат анықталды. Бұрын көңіл бөлмеген құжаттар зерттелді. Қаншама адамның тағдыры сандар арасында жоғалып кеткенін көрді. Бір қарт кісі келген. Ол өндіріс орнында жұмыс істеген. 20 жыл бұрын бәрінен айырылған. Қолындағы ескі суретті көрсетті. Ұлым шетелге оқуға түскен еді. Қаржы жоғалды. Арман қалды. Даусында өкпе жоқ. Тек шаршау бар. Кей адамдар өмірге ренішпен қарайды. Кей адамдар өмірген таяқ жесе де жүрегін сақтап қалады. Айсұлу ұзақ уақыт сол кісінің сөзін ұмыта алмады. Кешке қарай Ерлан хабарласты. Боссың ба? Иә. Балалар орталығына кел. Қазір. Көп уақыт өтпей сол жерге жетті. Орталық бұрынғыдай қарапайым. Бірақ іші тіршілікке толы. Балалардың күлкісі бар. Үміт бар. Өмір бар. Кішкентай қыз жүгіріп келді. Апай келді. Айсұлу күлімсіреді. Бала жанының тазалығы байлықтан әлдеқайда биік екенін бұрын түсінбеген еді. Ерлан аулада тұр екен. Шаршағансың деді. Аздап. Өзіңді кінәлап жүрсің. Кінә бар. Сенің емес. Мен сол өмірдің ішінде жүрдім. Адам кейде шындықты кеш біледі. Бірақ кеш білуде ауыр. Ерлан үнсіз қалды. Әкем бір сөз айтатын. Қандай? Адамды байлық бұзбайды. Байлық адамның ішіндегі нәрсені шығарады. Осы сөз жүрегіне жетті. Кей адамның ішінде мейірім бар. Кей адамның ішінде ашкөздік. Кей адамның ішінде қорқыныш. Өмір соның бетін ашады. Сол күні балалардың бірі Айсұлуға сурет сыйлады. Кішкентай үй, ағаш, күн. Жанында 3 адам. Бұл кімдер? Деді Айсұлу. Отбасы. Сенің отбасың ба? Бала басын шайқады. Болашақтағы. Ол үнсіз қалды. Балалар кейде үлкендер ұмытып кеткен дүниені біледі. Кешкісін үйге қайтқанда анасының ескі қоңырауы келді. Қызым. Иә мама. Жағдайың қалай? Жақсы. Өтірік айтпа. Айсұлу үндемеді. Ана жүрегі бәрін сезеді. Келші. Сол түні анасының үйіне барды. Ескі үй. Таныс иіс. Балалық шақ. Қабырғадағы суреттер. Уақыттың табы қалған жер. Анасы үнсіз шай құйып отыр. Шаршап кетіпсің. Аздап. Жүрегің ауыр ма? Көзіне жас келді. Иә. Анасы ұзақ қарады. Байлық адамды қорғамайды. Білем. Адамды адам қорғайды. Мен көп нәрсені кеш түсіндім. Кеш түсінген ақиқатта пайда береді. Мама. Иә. Мен бақытты болдым ба? Анасы жымиды. Өзім айт. Білмеймін. Себебі сен өмір сүрдің. Бірақ сезінбедің. Осы сөз жүрегіне қадалып қалды. Иә. Ол өмір сүрді. Бірақ сезінбеді. Таң ата үйіне қайтып келе жатқанда көлік ішінде үнсіз отырды. Өмір көз алдынан өтіп жатты. Жастық шағы. Ерлан. Таңдауы. Нұрлан. Байлық.
жоғалтқан жылдар. Адам кейде дұрыс шешім қабылдадым деп ойлайды. Бірақ жылдар өткенде басқа шындық көрінеді. Үйге келгенде күзетші күтіп тұр екен. Айсұлу ханым. Иә? Сізге хат қалдырған. Конверт. Тағы конверт. Соңғы уақытта өмірі құпияларға айналып кеткендей. Ішін ашты. Қысқа ғана сөйлем. Кей шындық әлі айтылған жоқ. Астында мекен жай тұр. Бұл жолы қала емес. Ауыл. Ескі ауыл. Ерланның туған жері. Жүрегі бергісіз күйге түсті. Неге? Не үшін? Ертеңіне жолға шықты. Қала алыстап барады. Кең дала басталды. Күзгі аспан тым биік көрінді. Адам қала ішінде жүріп, көп нәрсені ұмытады. Даланың кеңдігі ойға орын береді. Түске қарай ауылға жетті. Кішкентай ауыл. Тыныш. Уақыт баяу жүретін жер. Мекенжай бойынша ескі үйге келді. Есік ашылды. Жасы 70-тен асқан әже тұр. Кім едің? Айсұлу. Әжей үнсіз қалды. Көзінде таңданыс бар. Кір. Үй іші қарапайым, бірақ жылы. Сіз мені танисыз ба? Танимын. Қайдан? Сен бір кездері біздің үйге жиі келетін едің. Айсұлу жүрегінің соғысын анық сезді. Сіз Ерланның анасымын. Көз алдына бәрі оралды. Жастық шақ, қарапайым үй, шәй, күлкі, арман, жоғалған уақыт. Неге шақырдыңыз? Әже баяу орнынан тұрды. Сөреден ескі қорап алды. Бұны саған беруім керек еді. Қорапты ашты. Хаттар. Көп хат. Біреуінің сыртында өз аты жазылған. Айсұлуға. Қолтаңба. Ерлан. Бұл не? Ол саған жазған. Қашан? 20 жыл бұрын. Қолдары дірілдеп ашты. Айсұлу, егер бір күні осы хат саған жетсе, мен ренжімегенімді біл. Кей адам махаббаттан бұрын қорқынышты таңдайды. Мен сені кінәламадым. Тек бір нәрсе айтқым келді. Өзіңді жоғалтып алма. Көз жасы еркін ағып кетті. 20 жыл. 20 жыл бойы бұл хат жетпеген. Неге бермедіңіз? Деді әлсіз дауыспен. Әжей терезеге қарады. Өзі сұрады. Неге? Сенің таңдауыма кедергі болғысы келмеді. Айсұлу көзін жұмды. Кей адамдар махаббатты ұстап қалуға тырысады. Кей адамдар жақсы көрсе де жібереді. Себебі шынайы сезім иелік емес. Тілек. Сол сәтте оның ішінде жылдар бойы қатып қалған бір ауырлық еріп жатқандай сезілді. Өткенді өзгерту мүмкін емес. Бірақ өткеннен сабақ алу мүмкін. Кешкісін қалаға қайтып келе жатқанда күн батып бара жатты. Аспан қызғылт түске боялған. Өмірде күн секілді. Бір күні бататын. Бірақ батқан күннің де қалдыратын жарығы болады. Қалаға қайтып келе жатқан жол бұрынғыдай көрінбеді. Бірнеше сағат бұрын ғана өткен өмірдің ауырлығы иығына тас болып ілініп тұрған еді. Қазір сол ауырлықтың орнына түсініксіз тыныштық келе бастаған. Кей шындық адамды құлатады. Кей шындық адамды қайта тұрғызады. Айсұлу осы екеуін де бастан өткізіп келе жатты. Көлік әйнегінің ар жағында күзгі дала созылып жатты. Алыста жалғыз ағаш тұр. Жапырақтарының көбі түсіп қалған, бірақ діні тік, тамыры терең. Өмірде адамды дәл солай сынайтын шығар. Жел соғады, қиындық келеді, адам жоғалтады. Бірақ ішкі өзегі мықты болса, қайта көтеріледі. Үйге келген соң ұзақ уақыт терезе алдында отырды. Қала шамдары баяғыдай, аспан баяғыдай. Бірақ өзі өзгеріп кеткен. Телефонға қарады. Ерланнан хабарлама келіпті. Қалай жеттің? Қысқа сөйлем. Бірақ ішінде қамқорлық бар. Ол көп уақыттан бері дәл осындай қарапайым жылылықты сезінбеген. Жақсы жеттім, деп жауап берді. Артынша тағы хабар келді. Ертең балалар орталығында шағын мереке бар. Уақытың болса кел. Айсұлу ұзақ ойланды. Барам. Телефонды қойды. Кенет көзі айнаға түсті. Өзін ұзақ қарап тұрды. Көз айналасына әжім түскен. Шаршау бар, өкініш бар. Бірақ бұрын байқалмаған бір нәрсе бар. Шынайылық.
Өмір адамды жылдармен емес, шындықпен өзгертеді. Таңертең балалар орталығына ерте келді. Ауылда балалар жүгіріп жүр. Бірі сурет салып отыр, бірі доп қуалап жүр. Бір кішкентай бала жалғыз отыр. Жасы шамамен 9-дарда. Қолында ескі кітап. Айсұлу жанына келді. Не оқып отырсың? Әңгіме. Ұнай ма? Иә. Достарың қайда? Ойнап жүр. Сен неге бармайсың? Бала иығын көтерді. Көңілім жоқ. Неге? Әжем ауруханада. Атанаң ше? Бала үнсіз қалды. Сосын жай ғана айтты. Әкемді көрмедім. Анан? 3 жыл бұрын қайтыс болды. Айсұлу үнсіз қалды. Бала кітапты сипап отыр. Әжем айтады. Не дейді? Адам бай болса жақсы емес. Адам жақсы болса жақсы. Ол баланың жүзіне ұзақ қарады. Өмір кей сабақтарды күтпеген жерден береді. Ерлан жақындап келді. Әлібек көп сөйлемейді, деді жай ғана. Неге? Өмір ерте есейтті. Әжесі қарай ма? Иә. Сабағы жақсы ма? Өте жақсы. Айсұлу балаға қайта қарады. Көзінде бір таныстық бар. Бірақ есіне ештеңе түспеді. Күн ортасына дейін балалармен бірге болды. Бірге сурет салды. Әңгіме айтты. Күлді. Ұзақ уақыттан бері осылай шынайы күлмегенін байқады. Кешке қарай кеңсеге барды. Хатшысы күтіп тұр екен. Айсұлу ханым. Иә? Сізге полициядан хабарласты. Жүрегі бірден тартыла қалды. Не болды? Арман туралы. Кабинетке кірді. Тергеуші күтіп отыр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жаңа мәлімет шықты. Қандай? Арман мырза сізбен сөйлескісі келеді. Қашан? Бүгін. Көп уақыт өтпей тергеу бөліміне барды. Арман бұрынғыдай емес. Бірнеше апта ішінде қатты өзгеріп кеткен. Шаршаған, қартайып кеткендей. Келдің бе? Деді баяу. Иә. Отыр. Айсұлу үнсіз отырды. Мен бір нәрсе айтпадым. Не? Нұрлан туралы. Жүрегі баяу соғып тұр. Айт. Ол өлер алдында менімен кездесті. Не деді? Кешірім сұрады. Айсұлу үнсіз қалды. Кешеді. Бірақ сұрады. Иә. Сен кешірдің бе? Арман ұзақ уақыт үндемеді. Жоқ. Неге? Ашуымды өмірім деп ойладым. Кейін кеш болды. Көзінде ауыр өкініш тұр. Өшпенділік адамды іштен жейді. Білемін. Мен кеш түсіндім. Нұрлан қорықты ма? Иә. Неден? Жалғыздықтан. Бұл жауап күтпеген еді. Ол бай болды. Бай болды. Беделі болды. Иә. Неден жалғыз болды? Арман күлімсірегендей болды, бірақ ішінде мұң жатыр. Бай адамда жалғыз болады. Ақша адамның жанын емдемейді. Үнсіздік. Ұзақ үнсіздік. Тағы не айтқың келді? Арман төмен қарады. Әлібек туралы. Айсұлу бірден селкете қалды. Балалар орталығындағы бала ма? Иә. Не болды? Ол... Арман сөзін аяқтай алмады. Не? Ол Нұрланның баласы. Әлем тағы бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Не? Нұрлан оны жасырған. Жоқ. Иә. Мүмкін емес. Анасы 3 жыл бұрын қайтыс болды. Неге айтпады? Қорықты. Неден? Сені жоғалтудан. Қолдары дірілдей бастады. Дем жетпей барады. Әлібек. Сол бала. Сол көз қарас. Неге таныс көрінгені енді түсінікті болды. Ол біле ме? Жоқ. Ерлан ше? Біледі. Осы сөз жүрекке ауыр тиді. Қашаннан? 2 жыл. Маған неге айтпады? Нұрлан сұрады. Көлікпен үйге қалай қайтқанын өзі де білмеді. Түн адамның ішіндегі үнсіздікті күшейтеді.
күндізгі қарбалас, жұмыс, әңгіме, қозғалыс, көңіл түкпірінде жатқан ауыр ойларды уақытша алыстата алады. Ал түнде адам өз оймен ғана қалады. Айсұлу сол түні ұйықтай алмады. Үлкен үй бұрынғыдан да бос көрінді. Терезенің ар жағында қала шамдары жарқыраттыр. Өмір ағып жатыр. Адамдар күліп жүр. Біреулер жоспар құрып отыр. Біреулер бақытын тауып жатыр. Біреулер жоғалтып жатыр. Ал ол өз өмірінің ең ауыр ақиқатының алдында тұрды. Әлібек, Нұрланның баласы. Сол кішкентай бала, сол үнсіз бала, сол мұңды көздер. Жүрегі қысылып бара жатты. Неге өмір оған дәл қазір осы шындықты әкелді? Неге Нұрлан үнсіз кетті? Неге Ерлан айтпады? Таң ата салысымен балалар орталығына барды. Іші тыныш емес, қадамдары ауыр. Көңілі алай-дүлей. Аулада балалар жүр. Біреуі күліп ойнап жүр, біреуі кітап оқып отыр. Әлібек ағаш түбінде отыр екен. Қолында тағы кітап. Баяғы әдеті, баяғы тыныштық. Сәлем, деді Айсұлу. Бала басын көтерді. Сәлеметсіз бе? Қасына отырсам бола ма? Болады. Айсұлу жай ғана жанына отырды. Бірнеше секунд үнсіз өтті. Не оқып отырсың? Батыр туралы әңгіме. Ұнай ма? Иә. Неге? Ол ешкімге жамандық жасамайды. Қысқа жауап. Бірақ ішінде кереңдік бар. Өскенде кім болғың келеді? Дәрігер. Неге? Адамдарға көмектескің келеді. Айсұлу көзін төмен түсірді. Баланың жан дүниесі таза. Өмірдің қиындығы мейірімін өшіре алмаған. Әкең туралы ойлайсың ба? Әлібек үнсіз қалды. Ұзақ үнсіз қалды. Кейде. Көргің келе ме? Иә. Даусы баяу шықты. Егер тірі болса... Айсұлу демін ішіне тартты. Неге олай ойлайсың? Әжем әкем алыс кеткен дейді. Сен не ойлайсың? Білмеймін. Бала жерге қарап отыр. Бірақ кейде адамдардың бәрінде әке бар сияқты көрінеді. Осы сөз жүрегін тіліп өткендей болды. Ал менде жоқ. Көзінен жас шырып кетпеу үшін жанарын бұрып жіберді. Кей жетімдік ақша жетіспегеннен ауыр. Кей жалғыздық адамға кішкентай кезден келеді. Саған бір нәрсе керек болса айтарсың, деді Айсұлу. Әлібек жай ғана басын изеді. Рахмет. Осы сәтте Ерлан шықты. Оның жүзі байытты. Бірақ көзінде бір шаршау бар. Сөйлесе аламыз ба? Деді Айсұлу. Иә. Екеуі орталықтың артқы жағына қарай жүрді. Бірнеше секунд ешкім сөйлемеді. Неге айтпадың? Деді Айсұлу. Ерлан үнсіз тұр. Неге? Нұрлан өтінді. Ол жоқ. Білемін. Менің білуге құқығым болды. Иә. Онда неге? Ерлан ауыр дем алды. Ол қорықты. Неден? Сенен. Менен? Сені жоғалтудан. Ал өтірік жоғалтпай ма? Білемін. Сен неге көмектестің? Себебі ол өлер алдында келді. Не деді? Балам жалғыз қалмасын деді. Көзіне жас келді. Ол бала туралы бұрыннан білдің бе? Жоқ. Қашан? Қайтыс боларынан бірнеше ай бұрын. Анасы ше? Гүлмира. Ол кім? Қарапайым мұғалім болған. Нұрлан оны сүйді ме? Ерлан үнсіз қалды. Айта алмаймын. Айт. Иә. Жүрегі тағы ауырды. Ал мен ше? Сені де жақсы көрді. Екі адамды бірдей жақсы көруге бола ма? Кей адам сезімнің алдында әлсіз. Айсұлу көзін жұмды. Жылдар бойы бірге өмір сүрген. Бір үйде тұрған. Бір дастархан басында отырған. Бірақ адамды толық танымай кеткен. Гүлмира қайда жерленген? Қала сыртында. Сол күні кешке жалғыз барды. Қарапайым зират. Үлкен өмірдің соңғы тыныштығы. Гүлмира. 1988-ден 2023-ке дейін. Туған жылы, қайтқан жылы. Қысқа сызық. Бүкіл өмір сол екі санның арасында. Адам тағдыры қандай қысқа. Қолына гүл қойды. Үнсіз тұрды. Кешір. Жел баяу қозғалып өтті. Тыныштық. Бір түрлі ауыр тыныштық.
Үйге қайтқанда анасының сөзі есіне түсті. Адамды адам қорғайды. Нұрлан қорғай алмады. Өзін де, оны да, баласын да. Бірақ қателескен адам жаман адам бола бермейді. Кей адам қорқыныштың ішінде өмір сүріп қалады. Сол түні үйге келгенде үстел үстінде папка жатыр. Хатшы қалдырып кетіпті. Нұрланның жеке архиві. Қолдары баяу ашты. Құжаттар, хаттар, көшірмелер, бір бейне жазба. Күні. Нұрлан қайтыс болардан 2 апта бұрын. Қосты. Экранда Нұрлан отыр. Бұл жолы жүзі қатты шаршаған. Айсұлу, егер осы жазбаны көрсең, демек мен үлгермедім. Көзінен жас бірден шықты. Мен көп нәрсені дұрыс істемедім. Экрандағы дауыс дірілдейді. Бірақ бір нәрсе айтқым келеді. Ұзақ үнсіздік. Сен жаман адам емессің. Көзі жұмылды. Қорықтым. Сенің көңілімнен шығуға тырыстым. Бәрін дұрыс ұстап тұруға тырыстым. Бірақ адамның ішінде бос жер болса, оны ақша толтырмайды. Жүрегі ауырлап барады. Әлібек кінәлі емес. Ол өмірге махаббаттан келді. Бірақ мен оған әке бола алмадым. Бейне тоқтады. Телефон қолынан сырғып түсе жаздады. Ұзақ уақыт үнсіз отырды. Адам кейде жамандықтан емес, әлсіздіктен қателеседі. Қорқыныштан қателеседі. Үндемегеннен қателеседі. Сол түні Айсұлу шешім қабылдады. Өткенді өзгерте алмайды. Бірақ бір баланың болашағына әсер ете алады. Келесі күні балалар орталығына қайта барды. Әлібек сабақ оқып отыр екен. Әлібек, иә? Мен саған көмектессем қарсы болмайсың ба? Неге? Білмеймін. Бала жай ғана қарады. Кейде адамға жақсылық жасау үшін себеп керек емес. Әлібек үнсіз қалды. Сосын жай ғана жымиды. Кішкентай ғана күлкі. Бірақ ішінде үміт бар. Қыс жақындап қалған. Қала көшелеріндегі ағаштар жапырақтарынан толық айырылған. Күздің соңғы демі де алыстап бара жатқан. Айсұлу терезе алдында үнсіз тұр. Осы терезенің алдында ол қалай түн өткізді. Қуанышпен тұрған кездері болды. Жалғыздықтан шаршаған күндері болды. Өткен өмірін ойлап көз жасын сүрткен сәттері болды. Бірақ бүгінгі көңіл күйі бөлек еді. Жан дүниесінде алғаш рет тыныштық бар. Бұрын ол тыныштықты ақша береді деп ойлады. Кейін атақ береді деп ойлады. Табыстан іздеді. Беделден іздеді. Адамдар арасынан іздеді. Таппады. Себебі тыныштық сырттан келмейді. Адамның ішінен туады. Соңғы айларда өмірі толық өзгеріп кеткен еді. Компания жұмысын қайта құрды. Көп жобаларды өзгертті. Бұрын назардан тыс қалған қызметкерлермен сөйлесті. Әр адамның өмірі сандардан тұрмайтынын ұқты. Әр адамның артында тағдыр бар. Үміт бар. Қиындық бар. Бір күні жұмысқа ертерек келді. Күзетші амандасты. Бұрын байқамайтын. Бүгін тоқтады. Жағдайың қалай? Күзетші таңырқап қалды. Жақсы. Балаларың қалай? Жақсы. Адамға кейде көп нәрсе керек емес. Тек бір жылы сөз. Бір көңіл бөлу. Бір шынайылық. Осыны кеш түсінді. Кешке қарай балалар орталығына барды. Әлібек кітап оқып отыр. Баяғы әдеті. Баяғы сабыр. Қалайсың? Жақсы. Сабақ қалай? 5. Қандай пән ұнайды? Биология. Неге? Адамды түсінгім келеді. Айсұлу үнсіз күліп қойды. Кішкентай бала. Бірақ үлкен ой. Сен өскенде жақсы дәрігер боласың. Білмеймін. Боласың. Неге сенесіз? Себебі жүрегің жақсы. Әлібек үнсіз қалды. Сосын жай ғана сұрады. Сіз неге маған көмектесіп жүрсіз? Ол жауап бермей тұрып ішінен көп нәрсе өтті. Өткен өмір. Нұрлан. Гүлмира. Жасырылған шындық. Жоғалған жылдар. Кей адамдарға кешігіп келсек те жақсы бола аламыз. Бала түсінгендей басын изеді. Күндер өтіп жатты. Өмір өз ағысымен жүріп жатты. Бірақ Айсұлу ішіндегі өзгерісті анық сезетін. Бұрын таңертең оянғанда телефон қарайтын. Қазір терезеге қарайды. Бұрын ақша жайлы көп ойлайтын. Қазір уақыт жайлы ойлайды. Бұрын бәріне үлгерем дейтін. Қазір маңыздысына ғана үлгергісі келеді. Бір күні Ерлан хабарласты. Боссың ба?
Иә, кездесейік. Қаланың шетіндегі саябаққа келді. Қыс иісі сезіле басталған. Ауа салқын. Ағақтар үнсіз. Ерлан орындықта отыр екен. Ұзақ күттің бе? Жоқ. Бұрынғыдай үнсіздік. Бірақ бұл жолы ауыр емес. Тыныш, жылы. Қалайсың? Деді Ерлан. Жақсымын. Шынымен бе? Иә. Өзгеріпсің. Қай жағынан? Бұрынғыдан көбірек күлесің. Ол үнсіз қалды. Бұрын күлметтің бе? Жоқ. Қалай өмір сүріппін? Сыртқа қарап. Қазірше? Ішке қарап. Жел баяу қозғалып өтті. Ерлан. Иә? Сен бақыттысың ба? Ол күліп қойды. Кей күндері. Кей күндері ғана? Өмір солай. Бұрын сені түсінбеппін. Бұрын өзіңді түсінбедің. Осы сөз терең жетті. Иә. Адам өзімен таныспай тұрып, өмірді түсіне алмайды. Мен сені ренжіттім. Өткен өтті. Бірақ, Айсұлу. Иә. Кей өкінішті көтеріп жүрудің қажеті жоқ. Неге? Ол адамды ауырлатады. Ал ұмыту керек пе? Жоқ. Онда сабақ алу керек. Ұзақ уақыт үнсіз отырды. Аспан бозғылт. Қала алыстан көрінеді. Өмір жүріп жатыр. Мен бір нәрсе ойладым, деді Айсұлу. Не? Балалар орталығын үлкейтейік. Ерлан оған қарады. Қалай? Басқа қалаларда ашайық. Неге? Себебі мүмкіндік күтіп отырған балалар көп. Ерлан үнсіз қалды. Сосын баяу жымиды. Нұрлан қуанар еді. Осы сөз жүрекке жұмсақ дейді. Адам кеткеннен кейін артында не қалады? Ақша ма? Үй ме? Көлік пе? Жоқ. Адам қалдыратын ең үлкен дүние өзгеге жасаған жақсылығы. Арада бірнеше ай өтті. Қыс толық келді. Қала аппақ қардың астында қалды. Бір күні кешкісін үйге қайтып келе жатып, Айсұлу көлік тоқтатты. Жол шетінде гүл сатып тұрған қызды көрді. Сол қыз. Баяғы қыз. Бірнеше ай бұрын көрген. Қасына барды. Қалайсың? Қыз қуанып кетті. Жақсы. Анаң қалай? Жақсы. Мектепке барасың ба? Иә. Гүл сатасың ба әлі? Кейде. Айсұлу күлімсіреді. Бір кезде өмір оған үлкен сабақты кішкентай қыз арқылы берген. Қазір тағы кездестіріп тұр. Кездей соқтық па? Әлде өмірдің өз жауабы ма? Түнде үйге келді. Үлкен үй бұрынғыдай бос сезілмеді. Себебі адамның жалғыздығы үй көлемінен болмайды. Жүрек күйінен болады. Телефонға қарады. Әлібектен хабарлама келіпті. Апай, биологиядан олимпиададан өттім. Көзінен жас шықты. Қуаныштың жасы. Ұзақ уақыттан кейінгі шынайы қуаныш. Жарайсың деп жазды. Артынша тағы хабарлама келді. Рахмет. Қысқа ғана сөз, бірақ ішінде үлкен мағына бар. Түн тереңдей бастады. Терезе алдына келді. Қала шамдары жарқырап тұр. Бір кездері дәл осы көрініс оған жалғыздық сыйлайтын. Бүгін үміт сыйлап тұр. Үстел тарпасынан ескі хатты шығарды. Ерланның 20 жыл бұрын жазған хаты. Өзіңді жоғалтып алма. Жай ғана жымиды. Кеш болса да өзін қайта тапты. Өмір оған көп нәрсе үйретті. Ақша бәрін шешпейді. Байлық бәрін құтқармайды. Үлкен үй адамды жылытпайды. Адамды адам жылытады. Кей адамдар өмірге ақша жинау үшін келеді. Кей адамдар мәртебе үшін өмір сүреді. Бірақ шын бақыт басқа жерде. Бір адамның көз жасын сүрткен жерде. Бір баланың болашағына жол ашқан жерде. Біреуді кешірген жерде. Өзімді жоғалтпай сақтап қалған жерде. Айсұлу шамды сөндірді. Терезенің ар жағында қысқы қала үнсіз тұр. Ал оның жүрегінде ұзақ уақыттан бері алғаш рет жарық жанып тұрған еді.